Бүгін Елордада Шаттық 2024 өнер байқауының қорытынды концерт өтті. Дәстүрлі сайыс 7000-ға жуық талантты һәм талапты ұл-қыздың бағын сынап, қарымын шыңдауына жол ашты. Ең бастысы ұлт руханиятына қазық болып қадалып қызмет еткісі келетін ұрпақ бары қуантады. Сахна төріне шыққан бұл балаларға сүйсінбеген жан кемде-кем, себебі өрендер өнер атты әлемде өз жолын қазірден қалыптастырып келеді. Оған әрине Шаттық өнер байқауы баспалдақ болды. Нұрайлы Мейрамбек сайысқа осымен екінші мәрте қатысып отыр. Былтыр күміс жүлдені қанжығасына байласа, биыл бас жүлдені иеленді. Қара домбыраны сергеткен талантты қыздың талабы таудай. Дәстүрлі әннен мен 20 шақты өлеңдер білем. Мысалы, халық әні ағырке, өзім жайлы деген термен не пайда, және де батырлар жыры. Домбыра қазақ халқымыздың ұлттық аспабы. Және де бұл домбыраны өзім жүрегім қатты қалап тұрды. Мен болашақта дәстүрлі әнші болғым келеді, себебі бұл дәстүрлі әнді менің жүрегім қалады. Шығармашыл ұл-қыздың шоғырын жинаған Шаттық байқауы осымен 17-ші жыл қатарынан өтіп отыр. Биыл оған 6 мен 17 жас аралығындағы 7000-ға жуық елордалық жеткіншек қатысты. Олар 10 бағыт, атап айтсақ, домбыра, вокал, театр, би, көркем өнер бойынша бақ сынады. Биылғы жыл балалардың да ынтасы, балалардың өнері де ұлттық құндылыққа бағышталып отыр. Жалпы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың құрылтайда айтылған сөздері адамгершілікке, жаңағы табиғатты қорғау сынды бағыттары бәрі ұсталынып, жаңағыдай іске асып отыр. Биыл тағы да бір ерекшелік, ол яғни бүгінгі осы Шаттық 2024-те вокал номинациясында жеңімпаздарды біз осы республикалық ән шуақ фестиваль өтеді. 1 маусым күні, сол маусымда алла бұйырса, сол балалар өз өнерін арғай республика деңгейінде паш етеді. Жыл сайын көктемнің алғашқы күнімен шымылдығы түрлетін байқау «Жолымыз бір» концерт манифестімен түйінделді. Талай таланттың томағасын сыпырған өнер мерекесі. Бұл жолы да жаңа жас дарындарға үлкен сахнаға жол ашып берді. Назерке Тоғжан, Нұрғали Мамырбаев, 24 KZ.